Елімізде 1 қаңтардан бастап 1 айлық есептік көрсеткіш 3932 теңге болды. Яғни бұл айлық есептік көрсеткішпен есептелетін кез келген төлем, оның ішінде айыппұлдар көлемі де артады дегенді білдіреді. Видеоны штраф көп төлейтін достарыңа жібер, айыппұлдар көлемін көріп, біліп, тыныш жүрсін. Бұған дейін біз өз YouTube арнамызда зейнетақы мен жәрдемақы неге өсіп жатыр? Маңызды сұраққа жауап берген болатынбыз. Видеоны көрмеген болсаңыз оң жақ жоғарғы бұрышта сілтемесін басып қараңыз. Биыл 1 айлық есептік көрсеткіш 3692 теңгеге тең. Енді жаңа жылдан бастап ол 240 теңгеге өсті. Осылайша 1 қаңтардан бастап құқық бұзып, айыппұл арқалағандар қанша теңге төлейтінін есептеп көрейік. Видео соңында көлік жылдамдығын асырған үшін қанша айыппұл салатын кестесін көрсетемін. Арнаға жазылып, қоңырауша батырмасын басуды ұмытпаңыз. Рәміздерді қорлау. 3000 айлық есептік көрсеткіш 11.796.000 теңге көлемінде айыппұл салынады. Кіреберісте қоқыс пакетін қалдыру. Абаттандыру қағидаларын бұзған үшін 20 айлық есептік көрсеткіш айыппұл салынады. Ал бұл әрекетті азамат 1 жыл ішінде қайталап жасаса, онда 30 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. 20 айлық есептік көрсеткіш 78.640 теңгеге тең болса, 30 айлық есептік көрсеткіш 117.960 теңге. Шулап, тыныштықты бұзу. Тәртіп бұзған жеке тұлғаларға 5 айлық есептік көрсеткіш 19.660 теңге. 1 жыл ішінде қайталанса, 10 айлық есептік көрсеткіш 39.320 теңге айыппұл салынады. Түкіру. Қоғамдық орында түкірген үшін, сондай-ақ белгіленбеген жерлерде қоқыс тастаған үшін құқық бұзған адамға бірінші рет 5 айлық есептік көрсеткіш, яғни 19.660 теңге айыппұл салынады. Ал азамат осы әрекетін қайталаса, онда 10 айлық есептік көрсеткіш, яғни 39.320 теңге көлемінде айыппұл төлейді. Көлік жүргізгенде телефон пайдаланып белбеу тақпау. Жолаушылар мен жүктерді тасымалдау ережелерін бұзғаны, қауіпсіздік белбеуін тақпағаны және көлік жүргізіп бара жатқанда телефон пайдаланғаны үшін жүргізушілерге 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Бұл 19.660 теңге. Құжатсыз көлік жүргізу. Жүргізу құқығы жоқ жүргізушінің көлікті басқаруы 20 айлық есептік көрсеткіш, яғни 78.640 теңге көлемінде айыппұл төлейді. Көлік құралын басқару құқығынан айырылғандар көлік жүргізсе, оларға 50 айлық есептік көрсеткіш, яғни 196.600 теңге айыппұл салынады немесе 20 тәулікке қамауға алынады. Автобуста жолақы төлемеу. Қала және қала маңындағы қоғамдық көлікте жолақыны төлмегендерге 2 айлық есептік көрсеткіш, яғни 7864 теңге айыппұл салынады. Ал жолаушыларды билетсіз алып жүрген үшін 5 айлық есептік көрсеткіш 19.660 теңге айыппұл салынады. Кәмелетке толмағандардың түнде жүруі. Кәмелетке толмағандар заңды өкілдерінсіз 22:00-ден 6:00-ге дейін ойын-сауық мекемелерінде болса, олардың ата-анасына 3 айлық есептік көрсеткіш 11.796 теңге мөлшерінде айыппұл салынады. Ал 18 жасқа толмаған бала 23:00-ден 6:00-ге дейін үйден тыс жерде жүрсе, онда заңды өкілдеріне ескерту жасалады. Егер осы әрекеттер 1 жыл ішінде қайталанса, онда баланың заңды өкілдеріне 27.524 теңге, 7 айлық есептік көрсеткіш айыппұл салынады. Жолды кесіп өту. Жаяу жүргіншілер жол қозғалысы ережелерін сақтамаған үшін қате жерден өту 2 айлық есептік көрсеткіш 7864 теңге көлемінде айыппұл төлейді. 1 жыл ішінде қайталап бұзған үшін айыппұл 10 айлық есептік көрсеткішке 39.320 теңге дейін өседі. Жылдамдықты асыру. Көлік жылдамдығын асырған үшін сағатына 10-20 шақырымға асырған үшін айыппұл 5 айлық есептік көрсеткіш 19.660 теңге. Сағатына 20-40 шақырымға асырған үшін 10 айлық есептік көрсеткіш 39.320 теңге. Сағатына 40 шақырымнан асырған үшін айыппұл қазірдің өзінде 20 айлық есептік көрсеткіш 78.640 теңге. Әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін 1 жыл ішінде жылдамдықты қайталаған үшін 30 айлық есептік көрсеткіш 117.960 теңге айыппұл қарастырылған. Қоғамдық орында балағат сөз айту.
Қоғамдық орындарда балағат сөз айтқандарға 20 айлық есептік көрсеткіш, яғни бұл 78.640 теңге немесе 30 тәулікке қамауға алынады. Келесі видеода мен сіздермен еліміздегі маңызды ақпараттармен бөлісіп отырамын. Алғашқылардың бірі болып көру үшін арнаға жазылып, қоңырауша батырмасын басуды ұмытпаңыз. Видеоны штраф көп төлейтін достарыңа жібер, айыппұлдар көлемін көріп, біліп, тыныш жүрсін.